Некен ғажайып түс. Ұлдарым қайда? Үш ұлымды тезірек шақырыңдар. Әкемі шақырып жатыр. Оған бізден не керек екен? Маза бермейтін болды-ау. Тыңдаңдар, ұлдарым менің. Бүгін ғажайып түс көрдім. Ондай түсті өмірде бір-ақ рет, және ілуде біреу ғана көре алады, білесіңдер ме? Ақылды адамның түсіне қайдағы жоқ ембе? Қандай түс көргеніңді айтшы. Түсіме сұлулығын сөзбен айтып жеткізе алмайтын ғажап құс енді. Ондай құсты тек түсіңде көруге болады. Сол құсты тапқанша тыныштық таба алмайтынды түсіндім. Бізге айтар қалауың не, әке? Не болушы еді? Аттарыңа қонып, сонау алыс қиырға жердің түбіне барсаңдар да, сол құссыз үйге оралмаңдар. Ал егер кімде-кім құр қол қайтатын болса, бай мұра жайлы бір жола ұмытсын. Ол адам әкесінің қолдауынан да айырылады. Ойына не келсе сон істе. Жауыз. Мүмкін ондай құс дүниеде жоқ шығар. Сонда өміріміздің соңына дейін ендаланып кезіп жүрмекпіз бе? Елестетудің өзі күлкілі. Ханалы бола тұра есінен адасқан шалдың қисынсыз тілектерін орындауға тиіспін бе? Мұнда не деп жазылғанын қараңдар. Оңға барсаң, бай боласың. Болды, кеттім. Мен үшін ол ғажап құстың құны көк дейін. Солға барсаң, сүйікті боласың. О, бұл маған жарайды. Тура барсаң, сызылған. Бармағаның дұрыс болар. Амал жоқ. Олардың нені жасырғанын білуге тура келеді. Бұл жерде мен тез ақ байып кетем. Не сатып отырсың, қария? Шемішке сатып отырмын. Қане, қараңғы батыр. Сенің орнында мен сауда жасайын. Тоқта, мұның қалай? Бұл менің орным ғой. Ештеңе жоқ. Сенің орның болса, енді менікі болды. Қане, бар. Қане, шемішке алыңдар, шемішке алыңдар. Шемішке алыңдар. Келіңдер. Маған кел, мәртебелі батыр. Жоқ, одан да маған кел, дәмдас берейін. Маған кел, маған. Келсеңші. Қызық екен, өзінің мұнда әдемі және тартынды екенді білмеппін. Шамасы, ол таста орманда адасып, аштан өлесің деп жазылған болар. Бұлардың бәрі ақкер бұғыны қорғағысы келетін сияқты. Ақылды екен. Өздерін атуға дәтінде жетпейді екен. Бүгін аш ұйықтауға тура келетін секілді. Иә. Амансыз ба әже, жейтін бірдеңе бермес пе екенсіз? Таңертеңнен нәр таппап едім. Кіре ғой, шырағым, дәмді ас берейін. Кіре ғой. Жүр, кір. Бұл не? Қазір. Тоқта.
Қазір. Оңбаған неме. Маған адам кейпінде келгеніңмен өзің кербұғы болып шықтың ғой. Бар, әзірге басқа кербұғылармен жүре тұр. Кейін етіңнен көже пісірермін. Енді сен де дәл біз сияқтысың. Сендер кімсіңдер? Бәріміз де кезінде адам болғанбыз, бірақ әлгі зұлымыстан бізді кербұғыға айналдырды. Оған мұның керегі не? Қорқынышты қазанын өзіңде көрдің емес пе? Күн сайын ол біреумізден көже пісіреді. Оны қалай жеңіп қайтадан адам кейпіне орала аламыз? Біз мыстан өлген жағдайда ғана адамға айналамыз. Бірақ оған қарасаңшы, ешқайсымыз оны жеңе алмаймыз. Мен оны жеңіп сендерді босатам. Жуас кербұғы кейпінде де жеңіске сенетінге қарағанда өзің нағыз батыр болдың қой. Сендерді босатам. Қазір біреуіңнен көже пісіремін. Сен бәрімізді құтқардың. Мен жерасты ханының қызымын. Енді әкемнен қалаған затыңды сұрай аласың. Ол сенен еш нәрсе аямайды. Маған ештеңе керек емес. Сендерді еш марапатсыз құтқарар едім. Тек әкем түсінде көрген ғажап құсты қайдан таба алатынын білетіндерің жоқ па екен? Ол ғажап құс біздің бақты мекен етеді. Қызым саған ғажап құс керек деді. Міне ала ғой. Рахмет, мәртебелі хан. Бірақ мұның тегін құс емес екенін, және оның сұлулығы қандай адамның қолында болғанына байланысты екенін білуге тиіссің. Мейірімді адамның қолында одан әдемі құс болмайды, ал зұлым адамға тап болса, сол сәтте сұлулығынан айырылып, ұсқынсыз құрбақаға айналады. О, бауырам, мұны қайдан таптың? Менің жолым болмады, енді пайда таба бастағанда зұлым адамдар мені базардан қуып шықты. Ал қыздар бір-бірімен ұрса бастаған соң мені қуып жіберді. Әкемізге оны бірге таптық деп айтайық. Кеш болды. Қалай қарайсың? Біз шаршадық. Сәкен, Осында түнейік. Сендер үлкенсіңдер ғой. Не десеңдер сол болады. Таңертең үйге барармыз. бұл неткен әділетсіздік. Біз үлкенбіз, ал құсты ең кенжеміз тапты. Қайда барса да оның жолы болғыш, ал біз пәлеге ұрнамызда жүреміз. Бұлай істейік. Тыныш. Көп ұйықтап кетіппін ғой. Өзіңді көргеніме өте қуаныштымын. Бірақ сен мұнда не қып жүрсің? Ағаларым қайда? Қайда олар? Ағаларың сені өлтіріп, осы орға тастап кетті. Ал мен сені тірілтіп алдым. Қазір олар ғажап құсты өзіміз таптық деп айту үшін әкеңе асығып барады. Сенсен бермасын. Олар неге менімен бірге барғысы келмеген? Күншіл адамды түсіну қиын.
Келдіңдер ме, батырларым? Ал, бауырларың сәкен қайда? Енді Бауырларың сәкен қайда деп сұрап тұрмын. оның қайда жүргенін білмейміз. Жолымыз екіге айырылған болатын. Сонымен құста келдіңдер ме? Әке, тапсырмаңды орындадық. Ғажап құс, мұнда. Ал, қане құсты тезірек көрсетіңдер. Мені мазақ қылайын дедіңдер ме? Жоқ, мұны істеген біз емес. Онда сәкеннің өзі қайда? Біз оны өлтіріп орға тастап кеттік. Жауыздар, бұл айуандықтар үшін өздеріңді дарға суға бұйырам. Ашуланба әке, бұл ғажап құс мейірімді адамның қолында ғана әдем болады, ал зұлымдардың қолында құрбақаға айналады. Құдайға шүкір, аман есен екенсің ғой. Бұл қызды қайдан таптың? Оны маған жер асты ханы сыйлады. Ал бұл сол ханның қызы, ол мені ажалдан аман алып қалды. Бірақ алдымен ол мені зұлымстанның сиқырынан құтқарды. Біз бір-бірімізді осылай таптық. Егер маңдайларыңа бір-біріңді түрлі бәле жаладан құтқару жазылған болса, бірге болуға тиіссіңдер. Сол үшін үйленіңдер, алқы сөздеріңде қалсын. Мен одан да қонаққа келіп оны қызықтап жүрейін. Әйтпесе тағы неге айналып кетерін кім білсін. Дегенмен өмір неткен әділетсіз еді. Біреуде бәрі де болады, ал біреуге бірі де бұйырмайды. Тағдырымызға жазылғаны осы шығар. Удивительный сон. Таң ғажайып түс. Позовите сыновей. Ұлдарымды шақырыңдар. Принесите чудесную птицу. Ғажап құсты алып келіңдер. Налево богатство, Сол жақта байлық, направо любовь, оң жақта махаббат, вперед испытание. алда қиыншылықтар. Стань косулей. Елік бол. Нас заколдовали. Бізді сиқырлап тастады. Я освобожу вас. Мен сендерді босатамын. Ты всех спас. Бәрімізді құтқардың. Возьми чудесную птицу. Ғажап құсты ала ғой. Ты нашел ее? Тапқан екенсің ғой. Что за несправедливость? Неткен әділетсіздік. Делаем так. Бұлай жасайық. Мы нашли птицу. Біз құсты таптық. Это же лягушка. Бұл құрбақа ғой. Это все Сакен. Бәріне сәкен кінәлі. Злодеи. Жауыздар. Все дело в доброте. Бар мәселе мейірімділікте.